Тарихқа үңілсек, сонау кеңестік дәуірдің алғашқы жылдарында Феликс Дзержинскийдің ұсынысы бойынша 1921 жылы 9 желтоқсанда әскерлендірілген теміржол күзеті құрылған болатын. Кеңес өкіметі орнаған жылдары бұл қызмет алыпсатарлық пен бандитизмге, жүктерді рұқсатсыз тасымалдауға және пойыздарға билетсіз жол жүруге қарсы күрес жүргізді. Өзінің бір ғасырлық тарихында теміржол күзетін алуан түрлі қиын кезеңдерді бастан өткізді. Ұлы Отан соғысы, Кеңес одағының ыдырауы, тағы да басқа елеулі тарихи оқиғалардың салдарынан бұл сала сан рет құрылымдық өзгерістерге ұшырады. Осы ретте Жамбыл атқыштар командасында алғашқылардың бірі болып 1970 жылдан бастап күзетшілік қызмет атқарған Қыдыралиев Өтеулі Батырович. Совет армиясының қатарында міндетімді атқарып келгеннен кейін теміржол әскери күзетіне жұмысқа қатардағы атқыш болып орналастым. 43 жыл осы салада қызмет істеп, 2016 жылы зейнетке шықтым. Мен негізі бастаған кезде жұмысты қазіргі Атырау, бұрынғы Гурьев облысы Теңіз ауданында Ганюшкин станциясынан бастағам. Таразға ауысқан себебім 1977 жылы Шукстиде арнайы мектебін бітіріп, сонан жолдамамен келдім. Әскери тәртіппен жұмыс істедік. Қолымызда Мусина карабині болды, үстімізде Совет армиясының киімі болды. Тек қана бас киіміміз ғана темір жолдың киімі еді. Бүгінгі таңда әскерлендірілген темір жол қызметі объектілерінің қауіпсіздігін, тасымалданатын жүктердің ілеспе күзетін және сақталуын қамтамасыз ететін Қазақстанның көп функционалды әрі күзет ұйымдарының бірі болып табылады. Тараз филиалында 5 атқыштар тобы мен жедел әрекет етуші оңтайландырылған тобы қамтылған. Бірінші атқыштар командасы маңыздылығы жоғары туннель нысан күзетін қамтамасыз етіп отыр. Барлық атқыштар командалары заманауи компьютерлік техникамен, жеке құрам нысандары, киім-кешек пен мобильді байланыспен жабдықталған. Мен Тараз атқыштар командасына 1995 жылдан бері қызмет атқарып келем. Қазіргі таңда бізде міне киім үлгісі өзгертілген, қаруларымыз жаңартылған, автокөліктеріміз жаңартылған. Бізге қазір өте қолайлы, еңбек етуімізге. Өз міндетімізді адал атқарғанымыздың арқасында филиалдар арасында Тараз филиалы қазір бірінші орында тұрмыз.